Сәлем достар, біз бүгін еңбек жайлы сөйлесеміз. Қарапайым азаматтар, шаштараз, ұстаз, дәрігер, еден жуушы, саудагер. Олардың бәрі қоғамға өз үлесін қосып жатыр. Бұл мамандықтардың ешқайсы жоғары не төмен емес. Себебі еңбектің ұлысы ол адалы. Шаштараз болып жұмыс істеймін. Бұл жыл кәсіпті бастағаныма уже 22 жыл болды. Өзіме ұнайды. Екінші кәсібім, ұнағаны хоббимен келгем. Халықпен жұмыс істеген ұнайды маған. Оқығам. Высшее образование бітіргем, осы саладан сымбатты бітіргем. Халықпен істеп жүргенге 22 жыл болды. Еңбек еткен ұнайды. Ең бастысы халықтың көңілінен шығу, солардың ырзашылығын алу. Сол үшін өз ақымды алып жатырмын, бірақ жақсылықпен ырза болып, қыз келіншектер сұлуланып кеткеннен кейін ырзашылықпен маған береді. Өз еңбегіммен алып жатқан жайым бар ақымды. Күнімді көріп жатырмын осының арқасында. Бала шағамды бағып жатырмын, үйімді алып жатырмын. Жаман емес, шүкір Аллаға. Мен осы ағарған сатумен айналысамын. Основном құрт жасаймын, айран жасаймын қолдан. Менің айранымды осы жердегілер күтіп отырады. Өйткені таза, ештеңе қоспаймын. Өзім иітамын, сүтті өзім пісіремін. Сосын қаймағын алып, май жасаймын. Соның бәрін әкеп сатып отырмын. Қазіргі уақытта мінекей сезон көже пісіреміз бидайдан. Жүгеріден көже жасаймыз, соны салқындатып, әкеліп елге сатып отырмыз. Сөйтіп табыс тауып, кәдімгідей табыс тауып отырмын. Бала шағамды асырап отырмын, қызымды оқытып жатырмын, ұлдарымды оқытып жатырмын қазіргі уақытта. Бір-екеуі бітірді, уже осының арқасында қазір мен 3 жыл болды айналысқаныма. Өте жақсы. Өз өніміңді сатқан әрқашанда жақсы деп ойлаймын, себебі алған адам да риза, сондай. Өзім жасаймын бәрін. Мен мамандығым бала дәрігері, Асфендияров университетін бітіріп, қалалық емханада педиатр болып жұмыс жасаймын. Жалпы жұмысым өзіме ұнайды. Әрдайым білімімді жетілдіріп отыруға тырысамын. Енді әр жұмыста өзінің қиындығы болады. Әр салада сол қиындықты төзіммен шешуге тырысамын. Сондықтан мен ойымша жақсы мамандықты таңдау үшін ата-ана баласына көмектесу керек деп ойлаймын. Дұрыс мамандықты таңдаған кезде әр қиыншылықты, сол саланың қиыншылығын жеңуге болады деп ойлаймын. Мен техничка болып жұмыс жасаймын. Әрине, балаларға жағдай жасаймыз. Ең таза әжетханасын тазалаймыз. Мектептің ремонтына қатысамын. Осы кәсібімізбен ұл қыздарымызды өсіріп жетілдірдік. Қолдарына дипломын әпердік. Адал еңбегімізбен тірлігімізді істеп жүрік. Менімен қатар тағы да көптеген кісілер жұмыс жасайды. Біздің еңбегіміз әрдайым бағаланады. Ұжымда әртүрлі мерекелерде құттықтап, ілтипат көрсетеді. Адал еңбекпен тапқан істің берекесі болады. Әрі одан өнесің, өсесің. Жұмыс барысында білім алушыларға да тәрбие сағатына қатысып, еңбекқорлық, құндылығы жайлы, тазалық, ұқыптылық туралы ақпараттар айтамыз. Сауда жасаймыз қазір. Осы құрт сатамыз. Осы сүт, жалпы сүт өнімдерінің барлық жаңағы түрлерін сатамыз ғой. Құрттың түрі бар, май, құрт, қымыз, шұбат, сосын көже, сосын мынандай кесектеріміз бар. Сол осыны сатып, күнделікті өзіміздің күнделікті шығындарымызды шығарамыз, өтейміз. Сол. Менің есімім Гүлжан. Мен ауылдан келгенмін қалаға. Мына жерде жұмыс жасағаныма 1 жылдай асып қалды. Адал пейнетімменен қол жуамын, әжетхана жуамын. Көп кісілердің
рахметін аламын, біреулермен ұрысамыз, әйтеуір өр болған кейін болады. Тек адал ниетпенен тапқан нан тәтті болады. Бала шағаңа да жақсы тәрбие бере аласың. Балам осындай біреудің аларын баттамай, адал еңбекпен тапқан нан тәтті болады деп түсіндіре аласың. Өзің адал болсаң, өзгеге ақыл айта аласың. Міне адал ниетімменен қол жуамын, намыстанбаймын. Өзі қазақта бар ғой мақал, есектің артын жолда мал тап деген. Өзің ниетіңмен тапқан ас дәмді болады. Менің есімім Бөлегенова Мира Сейтжанова. Менің мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Білім беру саласында 18 жылдан аса еңбек етіп келемін. Қарапайым мұғаліммін. Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретіп, жас ұрпақтың жүрегіне тілімізге деген сүйіспеншілік ұялатуға тырысамын. Менің жұмысым ұрпақ тәрбиелеу, оларды білімге, мәдениетке, еңбекке баулу. Бұл қоғамға қосқан ең үлкен үлесім деп білемін. Себебі елдің болашағы білімді, еңбекқор, тәртіпті ұрпақтың қолында. Оқу үдерісінде заманауи әдіс тәсілдерді, инновациялық технологияларды пайдаланып, тіл үйренушінің қызығушылығын арттыруды басты назарда ұстаймын. Кей адамдар сен не істеп жүрсің, қандай табыс алып жатырсың деп қызығушылық танытуы мүмкін. Бірақ мен үшін ең үлкен табыс оқушыларымның қазақша сөйлеп, ана тілімізді құрметтеп өсуі. Адал еңбек ешқашан зая кетпейді. Ол ерте ме, кеш пе өз жемісін береді. Қандай іспен шұғылдансаң да, адал жүрекпен, ізгі ниетпен істесең, ол еңбек саған да өзгеге де пайдасын тигізеді. Сол кезде ғана сенің өмірің мәнді болады. Мен өз мамандығымды мақтан етемін. Еңбексіз өмір бос өмір. Ал еңбекті қадірлеген ел ешқашан жойылмайды. Бұл видеода біз тек мамандықтарды емес, адамның шынайы келбетін көрсеттік. Өмірдің иісін, адал еңбектің дәмін. Осы видеомен бөлісіңіз. Еңбектеніп жатқан азаматтарға алғыс айтып пікір қалдырғанда өзіңіз не істеп жүргеніңізді жазыңыз. Себебі бұл жай видео емес, бұл халықтың шындығы.